Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Гимназиямыздағы 1-тоқсанда атқарылған ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөнінде жетістіктер, алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қысқаша тоқтала кетсем. Өз сөзімді Шоқан Уәлихановтың «Ғылым мен білім халықтың байлығы» деген нақыл сөзімен бастаймын. 1-тоқсанда мектептегі ғылыми жұмыстар төмендегі жұмыстар арқылы жүзеге асырылды. Өздеріңізге мәлім, мектеп-гимназия интернатының проблемалық тақырыбы бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында Қанипа Бітібаеваның ой тастау, ойланту, ойлау технологиясы арқылы оқушылардың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру деп алынып, 2024-2029 оқу жылдарына арналған эксперименттік жоспар негізінде ғылыми-әдістемелік жұмыстар жүргізіліп келеді. Осы эксперименттік жоспарды жүзеге асыруда мұғалімдеріміз республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысып, Кентбаева, Мұқашевалар баяндама жасаса, Астана қаласында өткен республикалық семинарға мұғаліміміз Мамырбекова Әсем қатысып, тәжірибесімен бөлісіп келді. Оқу-тәрбие үдерісінде эксперименттік бағдарламаны негізге ала отырып, конференция, семинарлармен қоса мектепішілік апталықтар, дене шынықтыру, алғашқы әскери дайындық, орыс тілі мен әдебиеті апталықтары өткізілді. Мұғалімдердің өздік білімдерін көтеру курстарына 4 мұғаліміміз қатысып келді. Биылғы оқу жылында да біз жоғары оқу орындарымен тығыз байланыстамыз. Физика, қазақ тілі мен әдебиеті, IT жобалар бойынша маман, математика, тарих пәндерінен мұғалімдер мен оқушылармен жұмыс жасалынуда. Мектепте 3 әдістемелік бірлестік жұмыс атқарып келеді. Бірлестіктердің жұмыс жоспары бекітілген. Шапағат әдістемелік бірлестігінің жетекшісі Раушан Байсаринова, Ұлағат әдістемелік бірлестігінің жетекшісі Жансая Кудыкенова, Руханият әдістемелік бірлестігінің жетекшісі Аяулым Смағұлова. Бірінші бірлестік отырысында былтырғы оқу жылындағы жұмыстың нәтижесі туралы айтылып, қиындықтар да аталып өтілді. 2025-26 оқу жылына мақсаттар мен міндеттер қойылды. Өзекті мәселе білім сапасын арттыруда жасанды интеллект құралдарын тиімді қолдану жолдары туралы мәселе көтерілді. 2-тоқсанда жасанды интеллекті құралдарын пайдалану, дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен жұмысты жүйелеу, педагогтардың кәсіби дамуына бағытталған курстар мен семинарларға қатысуларын қамтамасыз ету проблемалар туралы айтылды. Оқушылардың интеллектісін дамыту барысында айналайын зияткерлік конкурсы өтті. Мектебіміздің оқушыларының 80% бірінші, екінші, үшінші орындарды иеленді. Сонымен қатар, үздік педагог конкурсына математика пәнінің мұғалімі Жансая Кудыкенова қатысып, облыста жақсы нәтиже көрсетті. Әртүрлі бағыттағы конкурстарға оқушыларды жүйелі түрде қатыстырамыз. Оқушыларымыз қатарынан 2 бас жүлде жеңіп алды. Бірінші, екінші, үшінші орындарды иеленіп, республикалық конкурсқа жолдама алды. Оқушыларын тиянақты дайындап жүрген ұстаздарымызды атап өтсек, Әлдебаева, Кентбаева, Сағиева, Мұқашева, Қасымова, Дәулетханқызы, Таңжарық, Кудыкенова, Тамрыбаева, Қайырбаева, Торгузова, Бакимбаева, Байсаринова, Жеңісқанқызы, Темірхановаларды атап өтуге болады. Ғылыммен айналысатын оқушының ой-өрісі кеңейеді. Оқушыны дайындап жүрген мұғалім де үнемі ізденісте болады. Биылғы оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жобаға 17 оқушы қатысады. Ғылыми жоба кестесі жасалынып, мектеп басшысымен бекітілді. Сонымен қатар, гимназия оқушылары пән олимпиадаларына қатысуда. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі күндері олимпиадаға дайындық өткізіледі. Президенттік олимпиада мен зерде ғылыми жобалар конкурсына тоқталсақ, 7-ші сынып оқушыларынан 6 оқушымыз облыстық жобаға қатысуда. Президенттік олимпиадаға 1 оқушымыз бүгінгі таңда
республикаға жолдама алды. Білімді қалай ұғуға болады? Оны зерттеумен, тәрбие өнері мен үйренуге ұғуға болады деген екен Әбу Насыр әл-Фараби. Мектепте әл-Фараби оқушылардың ғылыми қоғамы құрылған. Жетекшісі Жеңіс қызы Айсана. Ғылыми қоғам ол мектептегі ғылыми әдістемелік жұмыстың бір құралы. Оның құрамында үздік оқушыларымыз олимпиада, ғылыми жобалар конкурсының жүлдегерлері бар. 22 қазан күні әл-Фараби ұрпақтары оқушылардың ғылыми қоғамының ұйымдастыруымен 7-8 сынып оқушылары арасында танымдық квест ойыны өткізілді. Іс-тәжірибенің негізгі мақсаты оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту. Сондай-ақ сабақтан тыс уақытта тиімді әрі қызықты орта қалыптастыру болды. Квест ойынына 4 топ, атап айтқанда 7-А, 8-А, 8-Б сыныптарының оқушылары қатысты. Конфуцийдің «Маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең, есіме сақтаймын, өзіме жасатсаң, үйренемін» деген сөзін басшылыққа ала отырып, жаңадан келген 3 мұғалімімізге әдістемелік көмек көрсетілді. Құрметті әріптестер, мен сіздерді 2025-26 оқу жылының 2 тоқсанына қойылған міндеттермен қысқаша таныстыра кетсем. Жасанды интеллектіні сабақта қолдану, дарынды оқушылармен жұмысты нығайту, жоғары оқу орындарымен дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, оқушылардың ғылыми зерттеу және жобалық қызметін дамыту, пән олимпиадаларына дайындықты жалғастыру, дарынды оқушылармен жеке жұмыс картасын жаңарту, пән сабақтарына қатысу, әдістемелік кеңес хаттамаларын жүйелеу, бірлестік жұмыстарын оқушының білім сапасын арттыруға бағыттау. Басқадан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деген Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет.